отбасыма шеттен жөн-жосықсыз араласып, әйеліммен ортамызға шығып ажырастырды. Сонда да біз бөлінгіміз келмей бірге тұра бердік. Сонда да қайта-қайта қоқанлыққа көрсетіп, отбасыма араласуын тоқтатқан жоқ. Осы қылмыстың барлығы сол әйелімді менен тартып алып, 5 баламды сағанда жоқ, әке-шешеңе де жоқ деп, өз балаларымен өзімді бопсалап, осындай қылмысқа итермеледі. Және де өте адам төзгісіз ар-намысыма тиді. Сондықтан мен соңғы уақытқа дейін отбасын толықтай сақтап қалуға әрекеттер жасадым. Балаларымды анасынан да, әкесінен де өзі кішкентай кезінен туып өскен, бағып өсірген әжесі, туған әжесінен де айырылмайды. Құда жақтарыңыз сіздерге хабарласып келді ме? Жоқ. Ешқандай бөлімде хабарласқан жоқ. Ешкім де келген жоқ. Оған дейін қалай араласып? Оған дейін де ондай көп араласымыз болған жоқ. Ол кісіге вообще ешкіммен обращение жоқ. Ақбаян ауырғанда енді құдағаймен бірге больницада кездесіп жүрдік. Құдағаймен. Қандасымен жақсы обращение бар деп айтып отыр ғой. Сол Ақбаянмен жаңағы ауырған мезгілде құдағай келіп жүрді. Мен де барып жүрдім. Көмектесіп жүрдік бәріміз. Кімге отырдыңдар? Қазір Ақбаян жағдайы қалай? Ақбаян деген психтар жатыр. Қазір данный моментте ешқандай көрсетпейді, врачша кездеспейді. Мен осы жақында барып өз атымнан енді арыз жазып тапсырып кеттім психтардың бастығына. Содан кейін кездестірмесе әлі кездескен жоқпыз, бізде көрген жоқпыз. Тамақ апарып беріңіз, келіп қаламыз. Не врач сөйлеспейді, не көрсетпейді бізде. Балалар қазір қайда детдомда? Біреуі детдомда деді, төртеуі қаулау несінде деді ғой. Сонда деді енді. Балалар көрген жоқсыздар ма? Өздеріңіз барып? Мен іздегенде жаңа сіңлім мен інім барып та, мен өзім іздеген жоқпын, барған жоқпын. Действительно шындық, мен балаларға барған жоқпын. Сіңліммен жаңа інім барып кетіп жүрді. Соңғы кезінде оларға да кездестірмей қалып тұрған сияқты олар. Қарабалиндар отбасы негізі қандай болды? Көпшілігі бай болды, сондықтан да осындай қылмыс. Енді кәдімгі ота неде малдары бар, өздерінің еңбегімен, пенсиясымен, өздерінің жағдайлары жақсы, малдары бар, көмектесіп тұр, мысалы. Келгенде де бәріне, мысалы, көмектесіп нетіп атады, мысалы. Ешқандай ондай ұялзалық ешкім жоқ ойлайды. Ағам мен жеңгем өздерінің пенсиясымен, өздерінің малдарымен күн көріп отырған адамдар ғой, орташа кәдімгі бай деп бай емес, жарлы деп жарлы емес, өздерінің жағдайларына байланысты, өздерінің күн көріп отырған адамдар. Наурыз бен Мейрамгүл қандай болды? Наурыз деген енді бауырмал, ешқандай ол еңбекқор, өзінің еңбегімен жұмысын жасап, солай жүрді, ондай ешқандай болмақ. Енді Мейрамгүл аздап денсаулығына байланысты, инвалид қой, үшінші күні. Ол үйде отырады, сол мамасымен бірге жүрді. 15 мамыр 2025 жыл сағат 15:29 шамасында Сәрсемалиев материалдық тұрғыдан жағдайын төмендігін жақсартып көтеру мақсатында Мұқағалиев Наурыздың толыққанды қазаға ұшыратқаны көзі жетіп, осы жағдайда соңғысының артына Каспий KZ қосымша арқылы несие рәсімдесе, оны өтеуі болмайтынын, осылайша Мұқағалиев Наурыздың ақша қаражатын алаяқтық, яғни бөтеннің мүлкін алдау арқылы ірі мөлшерде иемдену қылмыстық құқықбұзушылық тиылуы пайда болған. Көздеген қылмыстық құқықбұзушылық тиылуын жүзеге асыру мақсатында Сәрсемалиев Мұқағалиев Наурыздың маркасы Samsung A25 ұялы телефон қолдану арқылы оған дейін Түркия мемлекетіне барғанда соңғысының Каспий KZ қосымшасын пайдалану барысында біліп алған құпия сөздерін енгізе отырып, ұялы телефонда орнатылған Каспий қосымшасына кіріп, Каспий қосымшасына кіріп, 15 мамыр 2025 жыл сағат 15:29-да 1.698.590 теңге, 19 мамыр 2025 жыл 19:07-де 150 мың теңге, 21 мамыр 2025 жыл сағат 11:21-де 999.980 теңге,
21 мамыр 2025 жылы 12:26-да 1 миллион 200 теңге тауарлық несиелерді рәсімдеп, оларды Наримус жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, JSS компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Лоупови жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және Кедембетов Нұржан жеке кәсіпкері арқылы қолма-қол ақшаға айналдырып, Мұханғали Наурызға барлығы 4 миллион 48 мың 570 теңге көлемде материал шығын келдіріп, көрсетілген ақша қаражатын өз қажеттілігіне жұмсаған. Нәтижесінде Сәрсенғалиевтің құқыққа қарсы қылмыстық құқық бұзушылық іс-әрекеті нәтижесінде Мұханғалиевке жалпы сомасы 4 миллион 48 мың 500 теңге ірі мөлшерінде материал шығын келтірілген.